Үшінші басылым сынып жетекшісі Медибекова Айман. Қоштасу кеші бүгін Бастауыш негізгі Бастауыштан қаламақ біріні. Сондықтан да қош келдіңіздер. Бұрын жас кез болдырған жоқ, жаңа тек ол кезде көңіл аудармадым ба. Бүгін Бастауыштың маған келетін балаларын көріп, шынымды айтсам көзім тойып отыр. Осының барлығы мен айтам, ата-аналардың арқасы және әрине біздің сынып жетекшілерінің арқасы. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, сәт-сапар тілеймін. Енді сіздер 2-3 мұғаліманы сабақ беріп, енді құрметті түлектер, Бастауыштың түлектері, енді бүлдіршіндер емессіңдер, енді балапан емессіңдер, енді сіздер асығата жалпы орта мектебінің жаңағы орта буынды шәкірттері, оқушылар болып есептелінесіздер. Енді сіздерде кемінде 14, 15, 16 пән болады, соның ішінде кемінде 11-10 апай сабақ береді, ағай апай. Одан да көп мұғалімдер сабақ береді. Сондықтан енді сіздер жетілдіңдер, Құдай қаласа келесі жылы Бастауышпен бүгін қоштасып, қыркүйек айының 1 күні сіздер орта буын болып, 1 жасқа, 1 сыныпқа жаңағы және 1-2 сатыға жоғарылап бізге келесіздер. Тек қана қадамдарыңыз сәтті болсын, жоғарғы сынып болғандарыңыз құтты болсын. Ата-аналар және ұстаздар, міне бүгінгі күнгі біздің балаларымызды артасымен қоштасу ертеңгі құтты болсын дейміз. Биылғы жылы бізде 81 оқушы Бастауыш 4-ші сыныпты бітіріп, 5-ші сыныпқа үміткер болды. Оның ішінде де жаңағы 30-ға тағау бала үздік болып отыр. Енді тағы да айтатыным, біздің балалардың осы 1 жыл бойы, осы 2023-2024 оқу жылында көптеген байқаулар өтті. Сол байқауларда да біздің балаларымыз көптеген жетістіктерге жетті. Тек қана бұлардың өздері ғана емес, сонымен бірге мұғалімдер де түрлі олимпиадалар мен байқауларға қатысып орындар алып жатыр. Дәл қазіргі кезеңде мен осы
Қалай екен 4-ші сынып бітірген? Маған сұхбат беріп жүрсе. Қуанып тұрсың ба? Қашыңызшы?